Саламатсыздар ма, студенттер? Мен номер 17 колледж кітапханашысы Рыспаева Бегайым Асылханқызы бүгін сіздерді 1 желтоқсан Қазақстан Республикасының тұңғыш президент күніне орай Нұр-Сұлтан қаласында орналасқан Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Елбасының кітапханасына онлайн саяхат жасауға шақырамын. Елбасының кітапханасы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ақпараттық идеологиялық кешені болып табылады. Мекеме кітапхананың, мұражайдың, архивтің, мәдени білім беру және ғылыми зерттеу орталығының қызметін атқарады. Елбасы кітапханасының қорында 40 мыңнан астам басылымдар мен жеке жинақтағы 700 экспонат бар. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Елбасының кітапханасы Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен 2014 жылғы 13 наурызда тұңғыш президенттің жеке кітапханасы мен жеке мұрағатының қызметін жүзеге асыру үшін, Қазақстанның қалыптасу және даму тарихын зерделеу үшін, Қазақстанның тұңғыш президенттің идеялары мен бастамаларын елімізде және шет мемлекеттерде ілгерілету мақсатында құрылған. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Елбасының кітапханасы Нұр-Сұлтан қаласы Әлихан Бөкейхан көшесі мекенжайы бойынша орналасқан. Бірегей ғимарат есімі әлемге әйгілі британдық сәулетші Норман Фостердің жобасы бойынша тұрғызылған. Оның құрылысы 2013 жылдың наурызында тәмамдалды. Жалпы аумағы 30 мың шаршы метрден астам ғимарат аспанға зер салған көздің қарашығын бейнелейді. Сәулетшінің ойы бойынша оның қайталанбас сыртқы келбеті қазіргі Қазақстанның өміршең қуатын білдіреді. Елбасы кітапханасында ұлттық мәдени тарихи мұраға айналған заманауи электронды архив инфрақұрылымы және бірегей ақпараттық ресурстар бар. Келушілер www.presidentlibrary.kz ресми сайты арқылы Елбасының электронды кітапханасына қол жеткізе алады. Елбасының жеке кітапханасын әр жылдары Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа сыйға берілген және оны 1960 жылдан бастап жинақтаған жеке үй кітапханасы қорындағы кітаптар мен басылымдар құрайды. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Елбасы кітапханасының қорында Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жеке топтамасындағы жәдігерлер, мерзімді және электронды басылымдар жинақталған. Мемлекет басшылары мен олардың ресми өкілдерінің сыйлықтары, өнер туындылары және тарихи мәні бар зор құндылықтар жинақталған. Елбасы кітапханасы қорында сирек кездесетін коллекциялық және көне басылымдар сақталған. Қазақстанның тұңғыш президентіне Миландағы Амбразиан кітапханасы тарту еткен Леонардо да Винчидің сызбалары да бар. Елбасына қазақстандық ғарышкер Талғат Мұсабаев сыйлаған ғарыш айлағында болған Құран, қасиетті Құрандар топтамасы, Ресей императоры Александр II кітапханасында сақталған Шлоссердің Всемирная история кітабы, 1838 жылы жарық көрген энциклопедиялық лексикон және де тағы басқа құнды жәдігерлер сақталған. Елбасының жеке архивінде Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің мемлекеттік және қоғамдық қызметіне байланысты 120 мыңнан астам архив құжаттары, бірегей өмірбаяндық, шығармашылық материалдар сақталған. Мемлекет басшысының өмірі мен қызметінің басты кезеңдері туралы жеке сипаттағы құжаттар аса құндылығымен ерекшеленеді. Үлгерім тәбелі, куәлік, көрікшінің рұқсат қағазы, құрмет грамотасы, алғыс хаттары, мандаттары, депутаттық билеттері, ата-аналарының құжаттары және туған жері жайлы мәліметтер, фотосуреттер мен аса құнды құжаттар жинақталған. Сонымен қатар, Елбасының жеке архивінде құжаттар, тәуелсіз және егемен Қазақстанның қалыптасу үдерісін, президенттік институтының қалыптасуын, жас елдің мемлекеттік құрылуын, жаңа елорданың қалыптасуын, заң шығарушы және атқарушы биліктің кемелденуін, басқару аппаратын жетілдіруді, әлеуметтік экономикалық, мәдени және саяси дамудағы жетістіктерді сипаттайды. Елбасы кітапханасының экспозициялық көрмелік қызметі екі бағытта дамып келеді.
Біріншісі тұрақты экспозицияларды дайындау және қалыптастыру болып табылады. Екінші, көрме жобаларын іске асыру шеңберінде уақытша көрмелерді өткізу. Бұл тарихи таңдау, президенттік институтқа арналған, ұлттық игілік, қазақстандық қоғамның тарихи мәдени мұрасының өзекті тақырыптарына айналған аймақтық жоба. Мәдениет арқылы үн қатысу, халықаралық жоба. Музейлік жинақтар, архив, музей және кітап жинақтарын зерттеу нәтижелері бойынша көрмелер. Қазақстанда заманауи өнерді танымал ету бойынша серіктестік жобасы. Үкілі үміт, шығармашыл жастарды қолдау жобасы. Балалық шақтан көзқарас, балалар шығармашылығын қолдау жобасы. Туған өлкем, қосымша білім беру ұйымдарын қолдау бойынша республикалық бағдарлама. 2017 жылдан бастап елбасы кітапханасының Нұрсұлтан Назарбаев дәуір тұлға қоғам атты көшпелі көрменің үлкен жобасы іске қосылды. Елбасы кітапханасы шетелдік президенттер орталықтарымен, қорларымен, кітапханаларымен, зерттеу орталығымен, ғылыми институттармен және мәдени орталықтармен халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады. Бұқаралық ақпарат құралдарында, оның ішінде әлеуметтік желілерде елбасының саяси бастамалардың мәтініндегі саяси, экономикалық және қоғамдық дамудың көкейкесті мәселелері бойынша сараптамалық шолуды, сұхбатты, баяндамалар мен жарияланымдарды ұйымдастырады. Елбасы кітапханасы қазақстандық жастардың бойына отансүйгіштікті ұялату, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасының жасампаз идеяларын ілгерілету мақсатында, сондай-ақ қазақстандық жастардың еліміздің қоғамдық, саяси және әлеуметтік экономикалық өміріне азаматтық қатысуын арттыру мақсатында 2015 жылдан бастап жүйелі түрде әлеуметтік ағарту жұмыстары жүргізілуде. Қазақстанның барлық өңірінен келген үздік студенттер мен оқушылар, сондай-ақ педагогтар мен мемлекеттік қызметкерлер семинар-тренингтер аясында апта сайын оқытудан өтеді. Семинар-тренинг тақырыптары жыл сайын өзгеріп тұрады. Қазақстан Республикасы президентінің 2016 жылғы 4 қарашадағы 369 жарлығымен Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасының кітапханасы мемлекеттік мекемесі, оған Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің музейі мемлекеттік мекемесін қосу арқылы қайта құрылды. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы кітапханасының музейі Қазақстанның жаңа тарихын сипаттайды. Экспозицияларында республиканың егемендікке қол жеткізудегі және тәуелсіз демократиялық мемлекет құрудағы тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тарихи рөлі жан-жақты көрініс тапқан. Бүгінде Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы кітапханасының музейі жинағында 11 000 сақтау бірлігі бар. Еліміздің аймақтарында музей қорынан тақырыптық көшпелі көрмелерді ұйымдастыру елбасы кітапханасы музейінің мәдени қызметін жүзеге асырудағы маңызды бағыт болып табылады.